Қайырлы күн, құрметті оқытушылар. Біз бүгінгі дәрісімізді Абайдан аманат, замандастар мен мұрагерлеріне арнаймыз. Ақынға тікелей ықпал еткен, үлгі көрсеткен замандас аға буын ақындар, бей-шешендер, ақынның аударма өлеңдерінің сол дәуірдегі ақын жазушылардың қарым-қатынасы, оның әдеби дүниетанымы мен мұрасы жайлы келер ұрпаққа жеткізу. Абайдан үлгі алған, оның ішінде ақыны бар, әншісі мен күйшісі бар, өнерлі тұлғаларды қамтитын боламыз. Абай мектебін Мұхтар Әуезов осы Абайдың ақындық мектеп концепциясын жалғастыра отырып, Абай мектебін ол екі кезеңге бөліп алады. Ең алдымен біз Абай мектебін кең мағынада түсінетін боламыз. Ал Абайдан кейінгі қазақ поэзиясы өкілдерінің ақынның әдебиеттегі дәстүрін ұстанушылар, яғни соны жалғастырушылар. Абайдың ұстанған бағытын, Абайдың әдіс-тәсілін, Абайдың дәстүрін жалғастырушылар. Жалпы поэзия жолындағы шәкірттерін айтады екенбіз. Ал енді Абай мектебінің тар мағынада Абаймен күнделікті қарым-қатынаста болған, ақынның алдын көріп, тәрбиесін алған шәкірттерін айтамыз. Мінекей, Абай мектебін біз екі үлкен бөлікте қарастырамыз. Біріншісі кең мағынада, ал екіншісі тар мағынада. Абай мектебінің қазақ әдебиетінде атқарған қызметіне тоқталып кететін болсам, Абай бір қауым өнерлі жастарды қасына жинады, тәрбиеледі. Айналасындағы талантты жастарға өнер сәулесін шашты. Абай бірнеше ақынның басын құрап, тақырып беріп, өлең жазғызды. Олардың жазғанын ортаға салып, талдап, түзеп, сынап, бағасын берді. Әлем әдебиетіндегі осылай шәкірт тәрбиелегендер некен саяқ. Осындай әдеби іс жосығын, процедураларды жүзеге асырғандар кем-де-кем. Ал енді осы Абайдың айналасында жүрген ақын шәкірттеріне кеңестік кезеңде үлкен қысым жасалды. Оған дәлел Мұхамедқанұлының ғылымда Абай шәкірттерінің мұрасын қорғауға мүмкіндік ала алмауы. Абай мектебінен Көкбай, Шәкәрім, Тұрағұлдай шәкірттердің алынып тасталуы. Абай мектебімен қоса Мұхтар Әуезовтің 1950 жылы жарияланған Ақын аға романын да сынға ұшырап, жарыққа шықпай өзгертілуі. Ақын ағаның бар кінәсі Абайдың ұстазының құдіретін паш етуі, ақын шәкірттерінің бейнесін шындыққа, жанасымды бейнеленуі. Мұхтар Әуезов эпопеяны аяқтап, Шәкәрім, Көкбай бейнелерін құрбандыққа шалып, қайта жазып шықты. Абайдың ақын шәкірттері туралы пікірге келетін болсақ, Мұхтар Әуезов, Ақылбай, Мағауия, Көкбай, Шәкәрім, Әріп, Қайым Мұхамедқанұлы, Ақылбай, Мағауия, Көкбай, Шәкәрім, Әріп, Әсет, Халиолла, Кәкітай, Мұхамеджан, Бейсенбай, Баймағамбет, Мұқа, Әлмағамбет, Әубәкір, Жиреншин өз балалары Мағауия, Ақылбай, Әубәкір, замандастары Көкбай, Баймағамбет, Әріп, тағы 15 ақын жатқызады. Ал Сұлу Шашбек Мырзақызы Ақылбай, Мағауия, Көкбай, Шәкәрім, Әріптерді көрсетеді. Ал енді осы Абайдың рухани әлемін, рухани дүниесін айта отырып, ақын шәкірттермен арасында қандай рухани байланыс болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Абай ақын мен оның шәкірттері арасындағы рухани байланыс көздерін анықтауда поэзиядағы диалог табиғатына көңіл бөле білген. Абайдың ақын мен ақындыққа қойған талабының мәні тереңде. Абай ақындыққа, өлеңге, сөзге үлкен талап қоя білген. Сол қасиеттерді маңындағы ақындар бойынан табуға тырысқан. Оның ақындық туралы, өлең сөз иелері туралы айтқан өлеңдеріне тоқталып, әр қырынан зерттеу жүргізген абайтанушы ғылымдарының еңбектері де баршылық.